Ассалаумағалейкум, құрметті ауыл шаруашылық YouTube арнасының көрермендері, ауылдастар, қалайсыздар? Сіздермен Спабек Ернар Маратбекұлы, Ауас Агро компаниясының директоры және ауыл шаруашылық YouTube арнасының негізін қалаушы. Құрметті достар, бүгінгі видеоны соңына дейін қараңыздар. Өйткені бүгінгі видеода мен сіздермен жалпы Павлония ағашы жайлы өте маңызды ақпараттарды бөлісетін боламын. Бұл мұнай ұңғымасы деп атадық бұны, немесе Қазақстанды агродержаваға айналдыратын керемет ағаштардың бірі дегенде атау болды. Соны жалпы бүгін толығырақ түсіндіреміз, және де бұл ағаштардың бір жылда емес енді 6 айдағы қорытындысы қалай болды, сонымен таныстыратын боламыз. Жалпы Павлония ағашының кереметі сол, бұл өте жылдам өседі, сонымен қатар бұның жапырақтары орасан зор шаңды, яғни ауадағы зиянды заттарды өзіне тартып алады. Сонысымен бұл ағаш өте ерекше ағаш. Сондықтан біз бұны биыл Аллаға шүкір отырғыздық, және эксперименталды отырғызу болды деп айтсақ болады. Ол кез келген істі жалпы жасаған кезде бірінші ол тәжірибе жүзінде жасап көру керек, яғни сол арқылы үйренеміз. Және биыл біз Аллаға шүкір Абу Али ағамызға барып, арнайы видео түсіріп, 20-ға жуық көшет әкеп отырғыздық. Және сол 20-ға жуық отырған көшеттің бізде тең жартысы өкінішке орай қазір жоқ. Олардың кейбіреулерін мал басты, кейбіреулері жақсы күтім болмады ма, күннің ыстығы болды ма, әйтеуір әртүрлі жағдайларға байланысты олар жақсы өспеді. Ал қалғандары міне өсіп тұрғандар қазір осылар. Енді бұларға біз қазір күз келді, енді күн суды өткенде қандай күтім жасап жатырмыз. Бұл Павлония ағаштары негізінен алғашқы жылы өздері бірден қатты өспейді екен. Яғни міне көріп тұрғандарыңыздай өсімі бұлардың бар жоғы 1,5-2 метрдей ғана, тек мына жақта ғана 3 метрге жуық, яғни 2,5 метрдей болып өсті мына біреуі. Бұл жалпы бірінші жылға тән екен, яғни барлығын біз біліммен жасап жатырмыз, тәжірибе жүзінде жасап көрген Абу Али ағамыздан сұрап тұрамыз. Ағамыздың айтуынша бұл бірінші жылға қалыпты, яғни бірінші жылы бұл қатты өспейді, осылай болып өседі. Және де енді бұны осы күздің күні күн суығандықтан үсіп кетпес үшін тамырын жылылықта қалдыру керек екен. Яғни тамыры бұның жылы болып тұру керек қыс бойы. Сол себепті мына түбіне біз көңмен толтырдық. Яғни шамамен 40-50 сантиметрдей шұңқыр болатын осы жерде. Осыны көңмен толтырып тастадық. Енді Алла бұйыртса осымен бұл қыстан шығады. Көреміз қаншалықты сәтті болатынын. Бұл тамыры жылықта жатқаннан кейін қатты өспейді екен. Келесі жылы мына жерасын қырқып тастап, жоғары жағын. Содан кейін барып одан тағы да 4-5 шығады. Соның біреуін ғана қалдырып, қалғандарын қырқып тастап, сол ол кезде қатты өседі екен. 4-5-6 метрге шейін өседі деп күтіліп жатыр, Алла бұйыртса. Енді қараңыздар, Павлония ағашының жалпы жапырақтарына мән беретін болсаңыздар, міне қараңыздар, қандай шаңдарды бұл өзіне қабылдап алады. Мән беріп қарасаңыздар, өте үлкен шаңдарды қабылдайды, өте көп шаңды өзіне жұтып алады. Енді бұның ол жағынан ешқандай күмән жоқ екен. Шынында да ауаны тазартуда бұның рөлі орасан зор екен бұл ағаштың. Сондықтан да бұл ағашты отырғызып үйрену және көп жерлерге Қазақстанда егу өте маңызды. Яғни бұл фотосинтез процесіне өте белсенді қатысады деген сөз. Көміршыл газынан тазартып ауаны, сонымен қатар оттегіні бөліп шығарып отырады. Яғни бұл жаһандық жылынудың да алдын алады. Сонымен қатар Қазақстанда болып жатқан, мысалы, соңғы жылдардағы осы қуаңшылық мәселесі, әсіресе биыл жазда болған мәселенің де шешімі осы. Өйткені ауадағы зиянды заттардың барлығын өзіне сіңіріп алып тұратын болса, бұл яғни тиісінше ауа ластанбайды, аспандағы Аллах тағаланың жаратқан озон қабаты жұқармайды. Озон қабатының жұқаруы сол көміршыл газының шектен тыс бөлінуінен содан жұқарады. Одан соң ол күннің ыстығын, сәулесін лайықты деңгейде, өз деңгейінде ұстап тұра алмайды. Содан соң күн қатты ысиды да, биыл жаздағыдай, яғни қуаңшылық болады. Сондықтан осы Павлония ағашы да қуаңшылықтың алдын алатын, жалпы жаһандық жылынудың алдын алатын бірден бір ағаштардың бірі деп айтсақ болады. Өйткені көміршыл газын шынында да жалпы шаң тозаңды барлығын керемет сіңіреді екен бұл ағаш. Енді біз тәжірибе жүзінде биыл көрдік.
Енді келесі жылдары Алла бұйыртса біз бұны шынында да кәсіби деңгейде жасайтын боламыз. Енді биыл бірден кәсіби деңгейге шығып кету мүмкін емес. Биыл тәжірибе жасап көрдік, қалай болады екен, қалай өсетінін көрдік. Енді биыл осы қыстан алып шықсақ, осы 10 ағашымызды Алла бұйыртса өсіре алсақ, аман есен, одан кейінгі жылдары бұларды үлкен көлемде егуге мүмкіншілігіміз болады. Сонымен жалпы бүгінгі видеоның тақырыбы осы болды. Павлония ағашына күздігіні қалай күтім жасау керек, қалай бұны баптау керек. Міне осы жөнде айттық. Яғни бұның түбін, әсіресе тамырын жауып тастау керек екен. Біз соны жасадық. Енді Алла бұйыртса келесі жыл көктемде жаңағы технический срез дейді, соны жасаймыз. Одан кейін ары қарай бұл қатты өсет деген үмітіміз бар, иншалла, Алла бұйыртса. Павлония ағашы жөнінде ақпараттарды YouTube арнамыздан тағы да қараңыздар достар. Және көшетті Абу Али ағамыздан алыңыздар. 8702 509 9900. Бұл осы Павлония ағашының көшеттерін сатумен айналысатын Түркістан қаласындағы Абу Али деген ағамыздың нөмірі. Осы сол кісіге хабарлассаңыздар, Алла бұйыртса сол кісіден ала аласыздар бұл ағаштың көшетін. Және бұны Қазақстан бойынша масштабты түрде егу өте маңызды республикалық көлемде. Ендеше мен сіздерді соған шақырамын, Алла бұйыртса, Павлония ағашын егіңіздер. Сонымен қатар бізде қазір шылаушындарды жаңа көңге орналастыру, сонымен қатар қысқа дайындау жұмыстары жүріп жатыр. Қазір мына жерлерге біраз бөлігін тастадық. Енді мына жақта да жаңа грядка жасап, соған да тастап жатырмыз. Міне өздеріңіз қарап тұрған болсаңыздар, енді Алла бұйыртса осы жақтардың бәріне тастап, міне мына жақта да жатыр. Мына жақта да көңімізде арасында шылаушындарымыз біздің бар екен. Өткенде мен қырылып өліп қалма десем, арасында бар екен. Бұларды да енді көреміз, қыс бойы ұстаймыз. Бәлкім Алла бұйыртса бұлар көбейетін шығар, арасында аман қалғандары. Негізі бірақ атқорымның жалпы несін, көңін қолдану біраз қауіптірек екен. Сондықтан соны ескеру керек. Шылаушындарға тапсырыс беріңіздер, Алла бұйыртса. Қазақстанда биогумус өндірісін дамытайық. Қазақстанға 2500 зауыт керек. Сондықтан 100 мыңдаған адам айналысса, бұл саламен 2500 адам ішінен зауыт ашатын деңгейге шығады деген үмітіміз бар. Жалпы видеоға ұнаған болса, видеоға лайк басыңыздар достар. Астына пікір қалдырыңыздар, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Және видеоны қандастармен басқа бөлісіп отырыңыздар. Қазақстанның ауыл шаруашылығын бірге дамытайық, Қазақстанды бірге агродержаваға айналдырайық. Бұл Қазақстан үшін мүмкін, өйткені бізде ең басты байлықтардың бірі үлкен, орасан, аумақ жеріміз бар. Ендеше видеоны басқа достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Сіздермен бірге болған Спабек Маратбекұлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.